мұнайының астанасы қара шаңырағы. Ел тәуелсіздігін алып, экономикасын енді тізгіндегенде қазақтың осы қара алтынын әлемдік нарыққа алып шығар инвестор қажеттілігі туындады. Инвесторлардың алғашқы легі 93 жылы келді. Содан бері ел игілігі үшін ілкімді ірі жобаларды атқарып жатыр. Инвесторға қарап отандық компанияларда бой түзеді, өсті. Оның ішінде мұнай-газ саласындағы қызмет көрсету индустриясы да айтарлықтай дамыды. Мұнай өндіру оңай шаруа емес. Атыраулық кәсіпкер Ибрагим Ағдрашев алғашқылардың бірі болып еліміздегі ірі мұнай инвесторына сервистік қызмет көрсететін компания құрды. Компания мұнай өндірушілердің техникасын оңдайды, ғимаратына жөндеу жұмыстарын жүргізеді, жұмысшыларға қажетті заттарды өндіреді. 97 жылы құрылған компанияда қазір 5000-ға жуық қызметкер бар. Облыстың өндірістік бөлігі қаладан 300 шақырымдай жерде. Бұл жақта қайнаған өмір, қызу тіршілік. Алпауыт мұнай компанияларының мұнарасы да алыстан көрінеді. Ары-бері ағылған техника, бірақ бейсауыт жүрген адам жоқ. Ибрагим Ағдрашевтың компаниясы да бірнеше өндірістік базадан тұрады. Құрылыс та, монтаж дәнекерлеу цехы да, жатақхана да, бәрін бір күнде аралау тіпті мүмкін емес. Біз барғанда жұмысшылар жанын салып техниканы жөндеп жатты. Мұндағы көп жұмыс техникаға тәуелді. Сондықтан оны күтіп баптап ұстау бірінші мәселе. Производственный базамызда 700 единиц техника бар. Осында ремонтын жасаймыз, техническое обслуживание жасаймыз. Көбісі техника өзіміздің отанымызда. Семей қаласы, Қостанай, соның техникасын алып жатырмыз. Где-то 50% техника Шахман, сосын автобусы Даева, легковые машиналардан Саньоновтар. Отандық компаниялар бір-біріне қолдау білдірсе ғана ел экономикасы өрге басады. Алыстан арбалағанша жақыннан дорбалағанның тиімділігін қазақстандық кәсіпкерлер де түсінген. Компания үшін отандық өнімді қолдау бірінші мәселе. Бізде не көп шашылып қалатын қағаз көп. Зауыт ішінде қазір осы қағаздарды қажетке жарататын шағын цехта бар. Біреу сенер, біреу сенбес, бірақ қазір 5000 адамды қызметпен қамтып отырған зауыт алғашқы жұмысын осы дәретхана қағаздарын шығарудан бастапты. Инвесторлар келген алғашқы жылдары барлығымызға бірдей ауыртпалық түсті деп еске алады компания басшысы Ибрагим Ағдрашев. Қазір елге танымал кәсіпкер, меценат бір кездері темір вагонды офис қылып, қолдағы 4-5 көлікпен жұмысын бастаған. Ең бастапқыда олардың енді көңілдері толған жоқ. Өйткені біздер енді жаңа бастағасын, соның жаңағыдай жолдарын білген жоқпыз. Бізге енді айтып отырмыз ғой, осындай тәлім-тәрбие беретін мекемелер болған жоқ. Сол қасымыздағы үлкен ірі мекемелерден жаңа үйреніп, содан көргендерімізді жайлап бастап, көрсетіп, соның жаңағы жан-жақтың біздің осы талабымыз бар екендігін, неге осы жергілікті мекемелер осындай үлкен деңгейге жетпей ме деген сондай бір ойлар туған. Инвестор тек сенімді компаниялармен ғана жұмыс істейді. Тапсырыс береді, оны орындау мерзімін бекітеді, санға да, сапаға да қарайды. Отандық компаниялар алдымен инвестордың сеніміне кіру үшін жұмыс істеді. 10 мың, ол кезде 5000 доллар ма екен, сол кезде ең бірінші кішкентай жұмыс көзін берген екен бізге. Біздер соны, мысалы, мына үлкен көлемге қарап, мысалы, сіздер мына 3 ай істейсіңдер осын деп бізге берген екен. Сол 3 айымыз біз бір 20 күннің ішінде бітіріп бергенбіз. Соң кезде олар жаңа таңғалып, сол мынау жергілікті мекеменің осындай жылдамдықта бәрін біздің берген жұмысымызды істеген деп, содан бастап жаңағыдай көп жаңа жұмыстар бере бастады. Ал кәсіпкер тапқан қаражатын тек сапалы техника алып, білікті мамандарды даярлауға жұмсаған. Есесіне 18 жылда компания аяғынан нық тұрды. Біз тағы бір цехқа бас сұқтық. Мұнда мұнай құбырларын құммен ысып тазалайтын әдісті көрдік. 24 сағат су астынан мұнай соратын құбырлар тез тозады. Әрі қазақстандық мұнай алу әдісі біз ойлағандай оңай емес. Сондықтан құбыр ауыстыру, оны жаңалау, сызат түскенін дәнекерлеу де күрделі жұмыс. Біздер мұнай жүретін тұрбаларын, сосын реакторларын жасаймыз, аэрохолдингтерін жасаймыз. Осы компанияға келгеніме 18 жыл болды. Ол материалдарды бізге шетелдің компанияның өздері беріп берді. Солар берген материалдарын біз дайындадық. Содан кейін қазір енді өзіміз
70% өзіміз дайындаймыз материалдарын, 30% шетелдіктер береді. Мына мамандар дәнекерленген құбырларды кәдімгі рентген сәулесіне салғандай тексереді. Тіпті металға ультрадыбыстық зерттеу де жасайды. Здесь у нас находится проявочная комната. То есть это, можно сказать, стандартная фотолаборатория. Бұл жерде кәдімгі фотолаборатория деп айтуға болады. Мына автоматты айқындау машинасы. То есть Мына пленкалармен біз трубалардың жалғаған жерін ораймыз. Аппаратқа салып тексерген кезде мына орауда рентген сурет шығады. Нәтижесі де бірден белгілі болады. Бір жағынан айтқанда біз металл дәрігеріміз. Адам мүшесін қарағандай мұқият тексеру керек. Әйтпесе трубалардан сызат кетіп, жарылып жатса, өндіріс орнына көп шығын келеді. Экологияға өте зиян. Сондықтан біздің компания үшін қауіпсіздік бірінші мәселе. Қазір күні Атырауда өндірістік құрылыста, әлеуметтік нысандар құрылысы да қарқынды дамып жатыр. Соны ескере отырып, компания құрылыс материалдарын шығаратын цехты да ашқан. Зауытта қазіргі құрылысқа аса қажетті сэндвич панельдерде дайындалады. Оның кәдімгі кірпіштен артықшылығы көп. Жеңіл, жұқа, әрі құрылыстың уақытын жеделдетеді. Қазір бұл материалға деген сұраныс өте жоғары, сондықтан зауыт қызметкерлері күн-түн тынбай жұмыс істеп жатыр. Панельдердің артықшылығы бірінші бұның құрылысы тез дайындалады. Жоғары квалификациялы мамандар қажет етпейді. Кез келген нәрсе өзінің маркасы бәрі проекті бойынша жасалынып, қастарына 1, 2, 3, 4 деген сияқты не болып кете береді. Кез келген адам өздері құрастыра салады. Кәдімгі үйдегі конструкция балдардың өз не сияқтысы ең жеңіл жері. Содан кейін тағы артықшылықтары бұның жылытқыш бұл өзіміздің отандық өнім, оның ішінде біздің НСС-те шығатын нәрсе. Компания үлкен, сондықтан жатақхана жұмысшылардың жағдайын жасау мақсатында сырттан алынбайды, еш нәрсе өзімізден шығу керек, біздің мақсат негізі сол. Бұл компанияның негізі мақсаты отандық өнім өндірісті қолдау, сосын қоршаған ортаға зиян тигізбей экологиялық мақсаттарымыз бар. Түйіндеп айтар болсақ, осы бәрі өзімізден шығады, сырттан ештеңе алмау керек, сосын экономдап далада еш нәрсе ысырап болмайды. Бәр нәрсені іске жарату мақсат, негізгі мақсат. Атырау өндірістің қаласы. Жыл санап жеке компаниялардың да сан артып келеді. Ол дегеніміз жаңа жұмыс орындары еліміздің әр түкпірінен келетін жұмыс күші. Демек, мұнай саласындағы жұмысшылардың күнделікті ас суы, арнайы киімдерін қамтамасыз ету осындай компаниялардың еншісіндегі жұмыс. Цехтың бір бұрышына матрастар тігіліп дайындалып жатты. Өйткені жұмысшылардың дені компания арнайы салған жатақханада тұрады. Біз барғанда жатақхана бос екен. Барлығы вахталық әдіспен жұмыс істейді. Сондықтан түнгі ауысымға баратындарды мазалап оятуға қатаң тыйым салынған. Жатақхана іші мұнтаздай таза. Фитнес орталығы да бар. Компания қызметкерлері тегін тамақпен де қамтамасыз етілген. Білікті маман бәріне керек. Бірақ оны дайындау, дайын кадрларды ұстап қалу да үлкен мәселе. Бұл тұрғыдан алғанда НСС компаниясы өзгелерден озық кеткен. Арнайы оқу орнын ашып, керек маманды өздері даярлайды. Білімдерін жетілдіру үшін шетелде тәжірибе алмасып та тұрады. Компания бір емес бірнеше саланың жұмысын қатар жүргізіп отыр. Мұнайшыларға жалпы қызметкерлерге арнап киім тігетін цехта жұмыс істеп тұр. Статистика бойынша мұнай-газға сервистік қызмет көрсету саласында 150 мың қазақстандық жұмыс істеп жүр. Олардың күнделікті ішіп-жемі, киетін киімі, жүретін көлігі тағысын тағы қажеттіліктерін осындай компаниялар өтейді. Бұл өнімдердің барлығын енді өзіміз шығарып отырмыз. Біздің жұмысшылардың жұмысқа киетін киімдері әрқайсысы барлығын өзіміз тігеміз, барлығын өзіміз жабдықтап, барлығын қамтамасыз етіп отырмыз. Қарамағымызда енді тапсырыс қалай түскенде бұл жерде біздерге заявкамен жаңағы сөйтіп келеді, осындай үлгідегі осындай киімдерді тігуіміз керек деп. Әрқайсысын қанша мөлшерде тігу керек екен барлығы жазылып келеді, сол бойынша жасаймыз. Қарамағымызда енді 30 адам бар, 2 сменмен жасаймыз. 15 күннен жасайды әрқайсысы.
Бұл жерде бір адамға енді кісі басына нормамыз 5-ден, бірақ одан көп шығарады қыздарымыз. Бір машинкаға үңілген қыз-келіншектердің бізге қарайтын уақыты жоқ. Істеген жұмыстарына байланысты еңбек ақыларына үстеме қосылады. Цех Атыраудың іргесінде тұр. Алыстан келгендерде жергілікті жұртта жатақханамен қамтамасыз етіледі. 85 жылдан бастап осы өзімнің мамандығым бойынша жұмыс осы жақында өтті. Өзімізге қолайлы нәрсенің бәрі жасаулы, тамағы жақсы, жүреді. Питание бізде. Біз алыстан келгендіктен біздікі 1 ай вахта, 1 ай демаламыз. Атырауда жұмыс бабымен тұрып жатқан шетелдіктер де көп. Олардың жақсы қызмет, жайлы пәтерден кейінгі талаптары, таза ауыз су және тез дайындалатын тағамдар. Компания бұны да ескеріпті. База аумағында ауыз су мен консерві цехы да жұмыс істеп тұр. Осы күн бүгінгі таңда ауыз су мәселесі ғой бірінші очередь ауылда. Енді Атырауда қазір су жосткысы бар, темірі көп. Енді халықтың сұранысына байланысты тазартылған су өнімдерін шығарып жатырмыз. Бір күнде 2 ауысымда жұмыс жасағанда 15 000 дана су өнімін өндіреміз. Бір семенде 7,500, екінші семенде 7,500. Бір суткіде 15 000 дана су өнімін өндіреміз. Себебі сұраныс көп, халықтан сұраныс көп, мекемелерден сұраныс көп. Компания қазір ет, сүт, ауыз су сияқты халыққа аса қажет өнімдермен мұнайшыларды ғана емес, Атырау халқын да қамтамасыз етіп отыр. Енді қазір отандық тауар деп жатырмыз ғой. Енді соған осы жақында консерві завод ашылды бізде, консерві цехы. Одан да халықтан сұраныс көп болып жатыр. Барлық супермаркеттерге қойылып жатыр. Халықтан сұраныс көп. Енді қазір акиматтың жанынан коммунальный базар ашылды, қол жетімді. Жаңағы 5 посредник дейді ғой. Акимат ұйымдастырып, қол жетімді өзіміздің өнімімізді өзімізге орын беріп, сол жерден сатамыз. Халықтар біздің шығарған сол бағамен 5 посредник ала алады. Елбасына рахмет, осындай халыққа жағдай жасап жатқанына. Біз ары қарай жұмыс жасаймыз, тағы да алға қойылған мақсаттарымыз көп. Тағы да завод ашылады, жеровой цех салғымыз келеді ары қарай. Овощной линия дейді, халыққа таза өнімдерді өзіміз шығарып бере берсек деген ойдамыз. Мұнай саласына қызмет көрсеткендіктен қазіргі таңда компания экологиялық ахуалға көп көңіл бөлуде. Мұнай қалдығы төгілген топырақты қалпына келтіру де күрделі жұмыс. Кейбір компаниялар одан құтылу үшін топырақты өртеу әдісін қолданады. Екінші рет қайтадан қалпына келтіру бөлімше цех. Бұл жерде мақсаты жан-жақтан бұрын пайдаланылған майлар далаға төгілмейді, экологияны бүлдірмеу үшін осында келіп қайтадан қалпына келтіріледі. Қалпына келтірілген ол тазарту мақсатымен бойындағы суы, басқа да керексіз заттары алынып, осы жерде тазартылып, осыны сепараторда. Сосын бұл қайтадан қалпына келеді. Одан кейін ол май жылу қазандықтарында пайдалануға жарамды. Сол арқылы уже отын есебінде екінші қайтарып пайдаланамыз сол майды тазартылып. Компания бұл әдісті 2007-2008 жылдан бері пайдаланып келеді. Қалдықты зарарсыздандыратын тағы бір тәсіл биоремедиация. Қазіргі кезде, қазіргі заманда көптеген мекемелер осындай мұнай қалдықтарын, мұнай өнімдерімен ластанған топырақты күйдіру әдісін пайдаланады. Біздің компания басқа жолмен кетті. Біздің компания биологиялық жолмен кетті, яғни қоршаған ортаға ең аз тигізетін әсерін іздестірді. Бүлінген топырақтарды бірінші алып келеді. Ең астына жаңа таза топырақ кетеді бірінші, содан кейін жаңа бүлінген мұнай қалдықтарымен бүлінген топырақ жайылады. Содан соң ол жыртылады. Содан кейін Бакойл KZ деген препарат сумен араластырып шашылады. Ол Бакойл KZ препараты дегеніміз не, ол жаңағы микроорганизмдер. Ол микроорганизмдер тірілгеннен кейін жаңағы мұнаймен ластанған топырақты жаңағы мұнайын жейді, яғни өзінің мұнайын жейді, өзінің бойына сіңіре отырып, содан кейін нәтижесінде біздер таза топырақ аламыз. Бұның экология ешқандай зияндығы жоқ. Біздер ештеңе күйдірмейміз, ештеңе нетпейміз. Біздер жаңағы биологиялық әдіспен топырақты тазартып, қайтып бірінші нәтижесіне әкелдіріп, ол топырақты қайтып пайдаланамыз. Яғни вторичное использование айтады, қайтып қалпына келтіру. Бізден ешқандай қалдық шықпайды, ештеңе шықпайды. Биоремедиация қазір дамыған елдердің барлығында кең қолданылып жатқан тәсіл. Қалпына келген топыраққа гүл егуге де болады. Өндіріс цехтарын салдық. Екіншіден өзімізге жатақхана салдық. Үшіншіден наубайханамыз бар дегендей. Төртіншіден өзіміздің жанар жағу станциямыз бар. Одан бастап жаңағыдай өзіміз темір жолдарымыз бар дегендей. Соны салып болғаннан кейін біздер енді
тағы да үлкен жолдарымыз аштық. Бұл енді елбасының тапсырмасы бойынша біздер енді осы отандық өзіміздің тауарлар өндіру, тауарларымызды шығару. Сондықтан соны қолға алдық. Алып компания басшылығынан не өндіресіздер деп емес, сіздерде не жоқ деп сұрадық. Қайда барсаңыз да жұмысына алаңсыз берілген қызметкерлер темірдей тәртіпке берік, жүйелі жұмыс. Компания бұл жеткенмен тоқтап қалмайтын анық. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кірді. Енді нарықтағы бәсеке күшейеді. Бірақ 18 жылдық қажырлы еңбек, жүйелі жұмыс ертеңге деген сенімді күшейтеді. Ал кәсіпкер Ибрагим Ағдырашевтың басты мақсаты жерлестерін жұмыспен қамтып, елінің арқа сүйер азаматына айналу.